Сәлем достар, бүгін шоколадты бисквит арқылы жасалатын бананды торт дайындаймын. Алдымен жұмыртқамызды сары мен ақ уызға бөлеміз. Содан соң ақ уызға кішкене тұз саламыз да миксерлейміз. Жұмыртқаны бөлер кезде ақ уызды құрғақ ыдысқа салу қажет. Міне осындай болып шығуы тиіс. Оны төңкерген кезде ол төгілмеуі қажет. Сары уызға секер салып, оны кішкене араластырып, үстіне қаймақ саламыз. Бір қалыпты болғанға дейін күрекшемен араластырамыз. Болғаннан соң кішкене миксерлейміз. Құрғақ қоспалардың бәрін бөлек ыдысқа салып араластырамыз. Оны илектен өткізіп, жаңағы салмамызға қосамыз. Осы күрекшемен біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Болғаннан соң үстіне ақ уызды салып араластырамыз. Егер де стеклянный ыдыс болса, оны майлаймыз. «180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Суыған соң бетін жұқалап кесеміз. Видеодағыдай қасықпен аламыз. Ортасына мен қаймақты кремді қолдандым. Оның рецептісін осы каналымнан көре аласыздар. Бананды төртбүштілеп турап, оны кремге саламыз. Бәрін осылай жасап шығамыз. Бетін жапқаннан кейін тортымыз дайын.
Үстіне шоколад ертіп жағамыз. Басқа да заттармен әсемдесеңіздер болады. Міне осымен тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз.